Сәлем, есімім Анель, мен сексологпын, және де бүгінгі тақырып физиологиялық сексуалдық белсендік. Ол не? Көптеген сұрақтар, ол біз екеуміздің, жалпы мен партнеріміздің арасындағы темпераментіміз бөлек, әртүрлі, темперамент әртүрлі. Ол не? Мысалы, әйел адам аптасына бір рет қалайды, ал ер кісі күнде қалайды. Немесе басқаша, ер кісі күнде қалайды, бір рет қалайды, мысалы бір рет жеткілікті, әйел адам мысалы күнде жыныстық қатынасты қалайды. Сол кезде темперамент әртүрлі, сол жерде бір проблема тудырады да. Ол жалпы сексология тарапынан ол не? Ол физиологиялық сексуалдық белсенділікке байланысты. Ол анатомиялық тұрғыда әр адам сонымен туылады. Ол врожденный, ол әр адамда бөлек. Ол қандай болу керек? Ол төмен болу мүмкін, орташа және жоғары. То есть төмен сексуалды белсенділік, орташа белсенділік және жоғары. Төмен сексуальный белсенділік, ол мысалы аптасына бір рет қана қалайды. Ол көбірек істей алмайды. Өзін ниеті жоқ, ешқандай бір қызығушылық жоқ. Тек бір рет ғана жеткілікті. Ол төмен. Осындай мысалы кімде төмен болады? Көбінесе мысалы ол половое созревание кімде мысалы кешке қарай болғандарда. Мысалы қыздарда төмен кеш мысалы етекір келсе, мысалы сондай да. То есть оларда анатомия тұрғыда олар өте кейін ғарна бір развитие дейді ғой да. То есть соған кейін қарай ашылады сексуальность. То есть ол ал мысалы кейбіреу күнде қалайды, және де мысалы күніне бірнеше рет қалайды. И оған ол норма. Ол сексуальный белсенділік өте жоғары деген сөз. Ол сондай адамда мысалы көбінесе етекір және де вообще половое созревание өте ерте басталады. То есть ол өзі осындаймен туылғанда. Енді и орташа бар да, то есть орташа белсенділік, ол мысалы аптасына 2-3 рет қалайды, ол орташа. Қандай проблемалар болады, қандай мәселелер тудырады? Ол мысалы әркімде әртүрлі, мысалы әйелдерде төмен, еркекте жоғары. Немесе еркекте төмен, әйелде жоғары да, то есть осы кезде сексуальность дисгармония болып қалады, бір-бірін олар сексуальный проблема да. Проблема қай кезде жоқ болса, мысалы, екеуінде де орташа 2-3 рет, олар екеуі и нормально. Сол кезде ешқандай сексуальный жағынан ешқандай проблема жоқ. Енді осыны екі мәселені талқылайық да. Мысалы, ер кісіде жоғары болса, ол күнде қалайды, а бір әйел мысалы аптасына бір рет қалайды да, сексуальный тарапынан. Мысалы, ол проблеманы қалай шешуге болады? Мысалы, әйел адам өзі қарайды. Окей, мен мысалы күнде берсем, маған ол қиын ба? Да, то есть сондайды қарау керек. Мысалы, сексуальный әйел адамға мысалы ішіне тұратын ішіне жоқ, ол просто өзі кішкене өзін еркін ұстап кішкене берілу керек процесске да. И как бы берілсе де көптеген бір прям қиналып бір нәрсе істейтіні жоқ да, іс-әрекет жоқ. То есть ол өзін сұрау керек. Окей, мен күнде бере аламын ба, бере алмаймын ба? Мысалы, күнде мысалы сізге беру қиын болса, сіз мысалы мануальный техникалы, қолмен жасалатын үйреніп істеуге болады. Немесе оральный, ауызбен де да, мысалы істейтін техникалар бар. Мысалы сіз етекір кезінде, мысалы қабат кезінде, мысалы кейбір кезде мысалы сіз жыныстық қатынасқа кіре алмасаңыз, сіз осындай техникалар арқылы істей аласыз, да? Ал мысалы керісінше, әйел адамда үлкен жоғары да, сексуальный желание дейді ғой да, а ер кісіде бір рет мысалы жеткілікті. Сол кезде енді қиын, себебі ер кісіде мүшесі тұра алмайды. Тек бір рет тұра алады, екінші тұра алмайды. Сол кезде не істеу керек? Сол кезде ер кісі әйеліне көп бірнеше әрекет жасау керек. Мысалы, ол қолмен да, әйелді мысалы, немесе ауызбен, мен айттым, кунилингус да, мысалы, әртүрлі бұл техниканы істеп, әйел адамды оргазмға жеткізуге болады. Сол кезде осы бір дисгармония, бір гармонияға әкелу мүмкін. Мен айтатыным, мысалы, көптеген жұбайларға екеуі секс-шопқа барып, кейбір ойыншықтарды алып, бір-біріңізге ләззат беретін бір заттарды іздеп қараңыз, соны ізденіп қараңыз керек. Ізденіп, соны істеп қарауыңыз керек. Соңыра не айтатын дегенім,
Осын белсенділік неге байланысты емес. Ол мысалы сіздің стресс, сіз мысалы кішкене стресс немесе өзіңіз шаршап жүрсеңіз, да, мысалы бір ауыр, мысалы сіз лечение, да, дәрі-дәрмек алсаңыз, сізде мүмкін либидо, желание кішкене төмендеуі мүмкін. Ол соған байланысты емес. Бүгінгі тақырып ол сіз туылғанда берілген сіздің жаратылысыңыз. Сонымен сіз соны ажырату керексіз. Осы тақырып сізге маңызды болады деп үміттенемін. Маған инстаграмға директке жазыңыз, немесе почтама, имейл жіберіңіз, жазылып, комментарий жазып, сұрақтарыңызды қойыңыз. Рахмет.